сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз жалпы егер біз пасқа қоспай кеткен жағдайда не болатынын көрсетеміз. Яғни мен пас variables'тан жаңағы питонның путтерін алып тастадым. Енді мына жақта Python жұмыс істейді. Әрине біз былай қоса аламыз мына нелерін қолдану арқылы, бірақ біз жалпы сол Pythonмен бірге орнатылатын басқа нәрселерді қолданған кезде кішкене біраз проблемалар болуы мүмкін. Иә, әрине олардың бәрін шешуге болады, пас variable'ге қоспай-ақ. Жалпы ол не үшін керек? Мысалға, бізде командная строкада, яғни cmd деп командная строканы ашсақ, ол командная строкада істелетін нәрсе бізде көптеген программалар программа жазған кезде ол осындай командная строканы қолданады әрі сол арқылы шыға салуға тырысады. Яғни біз мысалға мына жақта Python деп жазған кезде бізде мынандай қате пайда болатын болса, қазір көрсетеді міне мынау, или осылай қате болады. Не болмаса, міне мына жерде ол жалпы Microsoft Store'дан орнатуды ұсынып тұр. Біз бірақ жаңа орнатқан болатынбыз. Не болмаса бұл жерде айқын түрде Python деген команда жоқ деген сияқты қате шығуы мүмкін. Қазір мен PowerShell'мен көрейін. Хотя Windows PowerShell екеуі кетті бізде. Қосылсын. Мына жақта айқын түрде жазуы мүмкін. Python нет такой команды деп, не установлен деген сияқты. Не найден команды деп. Мына жерде жалпы Python деген тағы да мына Microsoft Store'да бар болғандықтан бұларда оны жалпы соны ұсынып тұр. Яғни жалпы көріп тұрған жоқ. Мына жерде қазір көреміз. Бұл да Power Store'ға жібере ме екен? Жоқ, бұл да Store'ға жіберді. Жарайды. Жалпы не болмаса осындай жағдай болуы мүмкін, не болмаса бізде Python деген команда жоқ деген сияқты ошибка беруі мүмкін. Ондай жағдайда біз пасқа қосылмады деген сөз. Яғни мына жерде жалпы қалай пасқа қосамыз? Ең алдымен біз Pythonның қай жерде орнатылғанын біліп алуымыз керек. Ол яғни біз оны жалпы орнатқан кезде көріп алсақ болады, не болмаса біз егер қайтадан орнатқымыз келмесе, яғни ол уже орнатып қойған соң барып оны мына жақтан іздесек болады. Ол жалпы алғанда ол егер сіз өзгертпеген болсаңыз, ол program files-та болады. Міне program files Python 3.12. Не болмаса біз мына жақтан көрсек болады. Жалпы мен жаңа көрсетейін десем, мына жерде мысалы бізде Python тұр ғой. Бұл Pythonның біз расположениесін көруге тырысамыз. Дополнительно так, перейти к расположению файла. Мына жерде бұл ярлыққа расположениені көрсетіп тұр. Жалпы осылай терең кіре берсек, мына жерде бізде program файлсының ішінде тұр. Яғни мен жалпы білуімше бұл жерде егер мен мысалға for all users деп орнатқандықтан ол program файлсының ішінде тұр. Кейбір жағдайда ол AppDataның ішінде тұруы мүмкін. Біз оны жалпы осы менюдан ашу арқылы тауып ала аламыз. Бұл жерде бізге екі папка керек. Біріншіден мына Python, екіншіден мына scripts дегеннің ішіндегі pip 3.12 деген скриптер керек. Яғни бізге екі папканы біз жалпы мына жақтан шығатындай ету керекпіз. Екі түрлі скриптларды. Ол үшін біз мына жерден мой компьютерға кіреміз, не болмаса этот компьютер, этот PC деп тұруы мүмкін, здесь PC деп тұруы мүмкін, компьютер деп тұруы мүмкін. Жалпы сіздің системаңызға байланысты қазіргіде ол мой компьютерге кіресіз де, мой компьютердің именно свойствосына кіреміз. Яғни параметрс жоқ, settings деп тұрады ағылшыншасында. Жалпы бос жерден біз дополнительный параметры деген тауып аламыз. Яғни бізде additional parameters деп тұрады. Мынау settings, не системаның сеттингісі кішкене басқаша болуы мүмкін, егер сізде мысалы Windows 7 сондай болса. Бірақ жалпы дополнительный параметр деген
опция бәрібір табылады ішінен. Сол дополнительный параметр системаға кіреміз. Бұл жерде мынандай терезе ашылады. Бұл терезе барлық жерде бірдей. Мен көрген жоқпын басқандай түрін. Сол жерден біз мына жерде дополнительныйға кіреміз. Дополнительныйға кіріп, переменной средыйға кіру керекпіз. Енді бізде екі түрлі жалпы переменной среды бар. Ол мынау для пользователя, яғни біздің пользовательдің атымен тұр. Осы пользовательге арналған. Екіншісі системный переменный. Егер сізде бір-ақ пользователь болса, не болмаса егер сіздің Python'ың тек қана осы пользовательге қатысты болса, әрі сіз мысалға жаңағы апдатада тұрған нәрсе болса, сондай жағдайда сіз мынаған қоса аласыз. Бірақ егер сізде жалпы универсальный жасағыңыз келсе, яғни егер сізде мына жерде болса, онда сіз мына пасқа қосу керексіз. Міне пас деген осы. Осы пасқа қосамыз. Қосу үшін мына жаққа создать деген басамыз да, мына мен өтіп кеттім ғой. Міне Python 3.12, иә, міне мына жерде мына папканы қоямыз, яғни мына жерде Python файл бар. Әрі осыдан кейін бізге scripts деген папка керек. Яғни scripts деген папкада бізде осы үш скрипт бар. Сол scriptsті де қосып қою керекпіз. Создать scriptsті қосамыз и enter басамыз. Жалпы сақтауды ұмытпаймыз. Окейді басамыз. Мына жақтан да окейді басамыз. Енді мына ашылып тұрған жерде, бірақ ол әлі доступный болмайды. Яғни біз мына cmd'ді командный строканы біз жауып қайтадан ашу керекпіз. Жауып қайтадан ашамыз. Сосын Python деп жазсақ, ол жалпы былай кіру керек. Осылай кіру керек. Бұл бізде бәрі дұрысталды деген сөз.